Байлық денсаулық адамның өмірде кез келген арман мақсаттарына жету үшін, мейлі ол жас болсын, оқушы болсын, студент болсын, үлкен кісі болсын, кез келген арман мақсаттарына жету үшін бірінші байлық денсаулық, одан кейін күш қуат, энергия, яғни екеуі бір-біріне өте тығыз байланысты. Қазіргі қарасаңыздар, жастар неге энергетикалық напитиктер, жаңа неше түрлі дизи дейді, басқа дейді, мұны осыларды ішіп уланып өмірлеріне, денсаулық түгіл өміріне қауіп төніп жатқан жағдай бар, соған барып жатыр. Неге? Себебі энергия, күш қуат жоқ. Неге күш қуат жоқ, энергия жоқ? Жас болғанның өзінде қартайған кісі емес, себебі денсаулық жоқ. Міне сондықтан бірінші байлық денсаулық бізде өте құнды, ең нағыз байлық. Бұлар көзге көрінбейді. Уақыт дегенің өмір, денсаулық, мына осы сияқты. Сондықтан біз осы тақырыпты, өте маңызды тақырыпты бастаймыз. Бірінші, денсаулыққа деген жауапкершілік керек. Егер жауапкершілік болмаса, денсаулықты басқа жаққа, медицина саласына немесе басқа кісіге үйдегі тапсыратын, артып қоятын болсақ, бізде денсаулық болмайды. Денсаулық біздің өз қолымызда. Негізінен әрине ерекше жағдайлар болады. Біз ол туралы қазір тақырыпта бөлек тақырып ол. Сондықтан біз табиғи таза жолмен сауықтыру, яғни адам табиғатында, білсеңіздер, өте ұзақ өмір сүруге бейімді және денсаулығы мол, күш қуаты жеткілікті түрде, яғни табиғатында осылай. Бірақ оны адам өзі білмегендіктен, яғни денсаулық туралы білім болмағандықтан, жетпегендіктен адамдар осы денсаулықты нашарлатып алады. Сондықтан осы қажеттікті орын толтыру үшін айтып жатырмыз. Ең алдымен біз 3 этап, табиғи таза жолмен сауықтырудың 3 этабын бастаймыз. Бұл бірінші, екінші организм. Ең бастысы организмді тазарту, екіншісі энергия мен адаптационный резерв дейді, яғни қоршаған ортаның жайсыз жағдайларына бейімделгіш қасиетін қалпына келтіру. Үшінші, организмді қажетті қоректермен, яғни ас адамның арқауы дейді, қажетті қорекпен, құнды азық-түлікпен, витамин, минералдармен толықтыру. Міне осы 3 этапты жасаған кезде адам ұзақ және сырқат болмай, ауырмай, белсенді өмір сүруге өте қабілетті. Алдымен денсаулыққа әсер ететін негізгі 6 факторды айта кетейік. Және бұл 6 фактордың да өзінің шешімі, өзінің әр адамның өз қолынан келетін жолы бар. Бірінші, бұл қимыл қозғалыс. Яғни спорт болсын, мейлі ол еңбек болсын, жүру болсын, жүгіру болсын, велосипед болсын, тағы басқа. Мына қимыл қозғалыс. Қимыл қозғалыс бұл кез келген тіршілік иесінің ең басты қажеті. Екіншісі, дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану дегенімізде бұл біз 3 мезгіл немесе 5 мезгіл тойып тамақ ішу деген емес. Ол туралы әрі қарай толықтырып айтамыз. Одан кейін экология. Бұл түсінікті деп ойлаймын, яғни қоршаған ортамыздың жағдайы. Келесі, стресс. Стресс жұмыста, қоғамда, отбасында, тағы басқа. Стресс. Бұдан қалай қорғанамыз? Оның жолдары бар ма? Оны да айтамыз. Келесі, химфарм, яғни өте улы, зиянды, айтады ғой, токсичный побочный эффекттері бар дәрі-дәрмек, фармацевтік препараттар. Соңғысы, бұл зиянды әдеттер. Яғни зиянды әдеттер қандай екенін енді бәрі де біледі деп ойлаймын. Вредные привычки деп айтады. Міне осы 6 фактор ең бастысы. Және оның әсіресе қимыл қозғалыс, зиянды әдеттер, міне осылар біздің таза өз қолымызда, өз еркімізбен. Ал енді қалған 4-еуін біз қазір оның жолын келесі тақырыптарда толық ашып айтып беретін боламыз. Жалғасы бар. Үзбей қарап отырыңыздар.